Ассалаумағалейкум қадірменді құрметті көрермен. Қайта қауышқанымыз үшін өте қатты қуаныштымыз. Біздің түсіндің ба атты YouTube жобамыздың кезекті саны, әлбетте сіздермен бірге Дастан Ұзақбай ұстазымыз. Ұстаз, қалайсыз? Альхамдулилля, керемет бәрі. Жақсы ма? Бүгін өте ерекше стильні кәдімгі. Стил ғой. Иә. Альхамдулилля. Керемет. Үстіңізде тосын. Әмин. Құдай қаласа, құрметті көрермен, мына жерде стол болады, журнальный. Сосын біздің аяғымыз көрінбейді. Сосын сіздер біздерге аяқтарың ыңғайсыз болып отыр деп айтпайсыздар. Пока финансовый шамалы не қылып жатырмыз. Шешілмей жатыр мәселелер. Жақсы ма? Комментарий жаза беріңіздер енді. Жалпы ұстаз, Аллаға шүкір, алғашқы шығарылым біз ойлағаннан да көп қаралымға жетті. Енді қазір қаншалық қаралым бар екенін нақты айта алмаймыз енді. Өйткені бұл видео шыққан уақытта ол қаралым әлбетте өседі. Иә. Бірақ шүкір, өте жақсы. Альхамдулилля. Халыққа көп пайда беріп жатыр, халыққа көп нәрсені түсіндіріп жатырсыз. Алланың қалауымен, Алланың тауфиғымен. Иә, әйел адамдарға да, ер адамдарға да оның жаңағы әрқайсысын бөліп алып бір жағына үстемдік беріп жатқан ештемеңіз жоқ. Подкастты толық қараған адам оны түсінеді. Енді кейде рилстардан сәл енді кішкене жаңағыдай түсініспеушіліктер болып қалып жатыр. Сондықтан түсінбегендер болса, бұл менің айтып отырған осы сөзім рилста көрінген болатын болса, подкасттың толық нұсқасын қараңыздар. Өте керемет ақпарат аласыздар. Так, ұстаз, өзіңіздің өмір жолыңызды бір шолып өттік. Енді елдің өмір жолын, елдің қоғамның өмір жолындағы шариғаттағы болмаса бір руханияттарындағы сұрақтармен бастайық. Дегенмен енді шариғатқа байланысты секілді. Мынадай осы ойы жаңа келіпті, осындай комментарийді. Соған бір қозғап кетейікші. Сіздердің мазхабтарыңыз дейді ұстаз. Табиғатқа жағымды дейді. Көп нәрсеге рұқсат береді дейді. Ал сәләфилік ол нағыз ақиқат дейді. Ауыр жол дейді. Сол үшін сәләфилік ұнамай қалды деп айтсаңыз дұрыстау болады ғой деп ұстаз сізге жазып жүрді. Ал қағыз қосады. Ақи, бекер қозғадың сен оны. Субханалла, біз негізі басқа тақырыптан бастайын деп отыр едік негізі. Айтам. Жалпы сәләфилік ағым дейтін, секта дейтін ол осы бертін келе шыққан. Бұл нағыз күш алған кезі Мұхаммед ибн Абдул Вахабтың кезі 17-18 ғасырда. Бұл Англияның қолдауымен, Сауд әулетінің қолдауымен келген билікке өзіндік бір Құран сүннетті бір өзіне лозунг қылып алып, асылында бір ойранмен, қан төгумен келген мазғап негізінде деп айтамыз, секта деп айтайықшы. Біз керісінше салаф солихтардың несіне ең жақын біз. Өткен имам Аби Ханифа рахимахуллаху рахматан уасиға, бұл ішіндегі 4 имамдардың ең үлкені, хижри жыл санағы бойынша 80 жылы дүниеге келіп, хижри жыл санағы бойынша 153 жылы нестеген, қайтыс болған. Бұл үлкен табиғиндерді көрген, сахабаларды көрген, сахабалардан тікелей жаңағыдай қанып білім алмағанмен, сол сахабалардың көзін көрген адамдардан қанып білім алған. Бұл кісінің мен дізбегін айтатын болсам, Мұхаммад ибн Сулайман, одан кейін Ибрахим ан-Нахағи, одан кейін Алқамат ибн Қайс, одан кейін Абдулла ибн Масуд пен Али радиаллаху анху, ол екеуі кімге барып тіріледі? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламға барып тіріледі. Абдулла ибн Масуд радиаллаху анху, ол пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның пайғамбарлығы 23 жыл болатын болса, Абдулла ибн Масуд пайғамбардың қасында 22 жыл жүрген. Түсініп отырсың ба? Енді неге біз бірақ мәселемен айтайыншы саған. Сенің мазғабыңда, сенің сектаңда деп айтайық, сәләфилікте сенің үтір уәжіптерің бардак үтірлерің. Біріншіден, жақсы фиқи мәселе бұл. Сен айтып отырсың ғой, жеңіл деп айтып отырсың ғой. Жоқ, бізде 3 ракат оқимыз. Бізде еще бұл уәжіп. Парыздан төмен тұрады. Сүннет муаккадан жоғары тұрады. Уәжіп оқымасаң күнәһар боласың. Қалған 3 мазхабта сүнна муаккада дейді, бірақ қазасын өтейсің дейді. Бірақ мен саған бірақ нәрсе айтайын. Ал жаңа жігіттің айтып отқан ағым. Олар айтады, мен енді Шейх Усайминнің кітаптарын оқып жүрген адам ғой мен. Шейх Усайминнің усул саласаға жазған шархын оқыдым, сен оқыған жоқсың оны. Аллахи айтам, сен оқыған жоқсың. Мен сәләфимін де жаңағы кеудесін қағып жүргендердің көбісі оқыған жоқ. Шейх Усайминнің жаңағы
енді рахимахулла, енді үлкен ғалым, мұсылман ретінде біз құрметіміз құрметіміз ерекше. ерекше мұсылман ретінде. Просто ол кісінің айтқан сөзімен мәміле қыламыз біз, өзімен мәміле қылмаймыз. Ол кісі айтады, үтірді 1 ракағат оқысаң да болады, 2 ракағат оқып, содан кейін 1 ракағат оқысаң да. Бұл яғни фиққа қатысты мәселе, ол да хадиске сүйеніп тұр, проблема жоқ. Бірақ қаттылық жағында, жеңілдік жағында, жеңілдік жағында өздері қатты жеңілдікті алып тұр да. Біз керісінше 1 сәлеммен оқиды деп, үтірі уәжіп деп, оны қатты жағынан қарап тұрмыз да. Біздің ханафи мазхабында сондай келтіреді бізде. Сонысын ба? Бұл бір мәселе ғой. Бір мәселені айтып жатырмын. Бұндай мәселе шан теңіз, бұны тауыса алмаймыз. Одан кейін жалпы аса қатты тоқтала бергенде. Аса қатты тоқталғанда ақида мәселесіне тоқтайтын болсақ, тоқтала бермегенде дұрыс-ау деп ойлап отырмын да. Келесі сұрақтар күтіп отыр ғой. Айтайық енді, айтып жіберейін. Енді біз жалпы ақида мәселесінде қарайтын болсақ, енді олар біздің ғалымдарды мойындамайды, біз олардың ғалымдарын мойындамаймыз. Бірақ ортақ мойындайтын ғалымдарымыз бар. Имам Құртуби рахимахулла рахматан уаса Малики мазхабында болған. Одан Ибн Катир, Ибн Таймияның шәкірті болған. Одан кейін кім? Имам Табари, Ажзаду Тафасир, бұл тәпсіршілердің атасы болған. Ахмад ибн Хамбалдың замандасы болған. Бұл ішіндегі бұл тәпсірлерді анық муташаби аяттарда қарайтын болсақ, сол кісілердің ақидасына біздің ақидамыз дәлме-дәл түседі. Сенің ақидаң түспейді. Бір сенің айтып жүрген ұстаздарың өзіне келетін контексті жырып алады да, артыңғы астындағы нелерді оқымайды, қорытынды сөздерді оқымайды ешқашанда. Түсінесің ба? Сондықтан бұл сіз енді жалпы бұны оқығанмен бөлек тәжірибеден өткізіп, сол нәрсенің ішінде жүргеннен кейін де барып айтып жатырсыз. Мен түрмеде жұмыс жасағанмын. Түрмеге кіріп, теолог ретінде жұмыс жасағанда маған 7 лидерді берген. Ол жігіттерді көреді, біледі, таныспыз, араласамыз әлі күнге дейін. Альхамдулилля. Олардың кәдімгідей ақидасының түзелуіне бір себепші болып қалғанбыз, Алланың қалауымен. Кімдер? Мен барған кезде мен Ханафи, Матруди деп барған жоқпын. Хамбали деп бардым. Өздерінің кітаптарынан алып келдім. Түсінесің ба? Сондықтан біздің Абу Ханифа мазхабы, яғни 4 мазхабты да сүннетке ең жақын деп айтпаймын, дәл сүннеттің өзі деп айтамын. Жақын деп айтпаймын, дәл сүннеттің өзі деп айтамын. Иншалла. 4 мазхаб. Алла разы болсын. Альхамдулилля. Осымен әңгіме Тамам болсын. Бір не болсын да бұл енді. Мен неге созылып кеткен айтып отқан, қазір біз енді бұл тақырыпты жалпы тыңдағыларыңыз келсе, негізі әлем бағы деген YouTube канал бар. Сол жерде достарыңыз бұны егжей-тегжейлі бұл ағым қалай дамиды, қалай өседі, барлығына тоқталып қойған. Бұл канал біздің түсіндің ба деген жобамыз жалпы қоғамдағы отбасылық мән-жайларға байланысты. Сол үрдіске байланысты. Болғаннан кейін жаңадан келіп жатқан көрермендер бас жағында түсінбей қалып жатса деп, ары қарай қызық болмай қалмасын деп. Сәл қысқартып көрекші деп жатқаным ғой. Дұрыс, келісемін мен оған. Алла разы болсын ұстаз. Көп рахмет. Сіз оталып кететіңізді білемін да, бірақ жауап бермеске болмады да енді. Дұрыс айтасыз. Жауап бермеске болмады, бірақ оталып кетіп жатсыз да. Айтылмаса не дейді? Сюжетім. Так, ұстаз соңғы уақытта Инстаграмға да ұстаздың нөмірін білетін, WhatsApp-ның статусын қарайтын дүйім жұртқа да белгілі. Мынау 30-шы пара жайлы көп айтып кеттіңіз. Осыны бір жаңағыдай кейде ұялып та қаласың, ұрысып та айтасыз, әзілдеп те айтасыз. 30-шы параны жаттасыш, ең болмағанда, тым құрмағанда 30-шы параны білсейш. 30-шы пара не болды деген секілді дүниелермен бір 30-шы параға бір қатты аса осы бір соңғы уақытта мән беріп жүрсіз. Осы жөнінде айтайықшы, не айтқыңыз келеді сонда, толығырақ айтсақ. Жалпы жамаға түсініп жүрген шығар, ал бірақ енді бастап кеткен кісілер, енді қалыптасып кеткен кісілерге 30-шы пара деген не ол өзі? Жалпы Құран 104 сүреден тұрады, 30 парадан тұрады. Әр 20 бет бір пара болып саналады. Соңғы пара енді 20 беттен асуы мүмкін, 37 сүреден тұрады, қателеспесем. Баста Амма ятасаалун мен Нәбә сүресі дейді, бұл хабар 30-шы параның басталуы. Амма дейді көзі. Амма ятасаалун дейді, ол сол нәрседен сұрайды деп келеді да. Анин набаил азим, бір үлкен бір хабардан, аллади хум фихи яхталифун. Олар сондай не істейді, оларды жөнінде талас тартысқа түседі дейді. Болады, болмайды. Яғни сондай бір бізді айтып тұр ғой,
Жоқ, бұл негізі кәпірлерге айтып жатыр. А, Кәпірлерге айтып жатыр, бізге айтып жатқан айтпаған, жоқ. Иә. шүкір, алхамдулилля. Айтпай ақ қойсын. Енді бұл 30-шы пара неге айтып жатырмын? 30-шы парада көбінесе бұл меккелік сүре. Меккеде түскен. Меккеден түскен аяттар. Меккеде түскен аяттар. Меккеде бұл таухид кезеңі еді. Бір құдайлық кезең. Бір құдайлық кезеңі. Бір құдайлыққа шақыру кезеңі. Ғайыптарға иман ету кезеңдері. Бірінші намаздан бастаған жоқ. Иә. Түсініп отырсың ба? Біріншіден келді да бәріміз 5 уақыт намаз, дәрет деген бастаған жоқ. Бірінші не істеді? Ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулла деді. Және ла иляха иллалла Мұхаммаду Расулулламен қоса жәннат, тозақ, қиямет күні, есеп күндері, адамдардың жұмаққа кіретіні, періштелер деген әңгімелер, ғайыптың әңгімелері қозғалды бұл неде. Үлкен әңгімелер айтылды негізінде. Мысалға айтатын болсақ, Нәбә сүресінің айтады: «Инна джаханнама канат мирсада литтағина мааба» дейді. Инна джаханнама канат мирсада. Расында джаханнам өзінің тозаққа түсетіндерді аңдып тұрады дейді. Литтағина мааба. Литтағина дегені шектен шығушы азғындар, кәпірлер, күнәһарлар. Мааба сол тозақ олардың мекені болады деп жатыр. Әрі қарай айтады: лабисина фиха ахқаба дейді. Ол жерде фиха деп тұрғаны тозақта олар қалады не істейді? Ахқаба, мыңдаған жылдар деген. Негізі бұның имам Али радиаллаху анху бұның жеке түрісінде айтады, бір ахқаба деген жылдар деген ғой, оның бір жекеше түрде дейді, мыңдаған жылдар, 50 мыңдаған жылдар арасындағы жылдарды айтып жатыр дейді негізі. Сонда 50 мың жылдардан несі? Бұл енді жамғыл мұнтаха болу керек. Яғни көпше түрдің ең көп түрі. 50 мың жылдардың мыңдаған жылдары, яғни мәңгілікке қаласың деп жатыр ғой. Біз аны айтамыз ғой, 1045 адам жүр дейміз ғой. Сол мағынада айтып жатыр. Ла ядуқуна фиха барда ва ла шараба илля хамима ва ғассақа дейді. Ол жерде олар салқын да ішпейді, ысы да ішпейді, тек қана ішетіндері олардың іріңмен не болады дейді? Іріңмен хамима ва ғассақа андай не болады дейді. Андай бір ащы сусын бар ғой, сондай болады деп жатыр. Неге айтып жатырмын бұл аяттарды? Ва кулля шайин ахсайнаху китаба деп жатыр. Сенің ахса деген, бұл жерде ахсайнаху деген қызық етістік, бұл қарап отырсаң. Жаслан, бұл етістікке қатты мән беру керек. Бұл Құранды тәдәббур деген, такаффур деген терең ойланумен оқылатын аяттар негізінде. Ғалымдарымыз айтады, Құранды мағынасына терең түсінбей құр жаттап өтуден қарағанда дейді, бір сүренің өзін тәдәббурмен, такаффурмен, терең ойлануменен оның мағынасына ұғынып бір сүре жаттағанның өзі пайдалырақ деп жатыр. Ғалымдар айтып жатыр, мен айтып жатқан жоқпын. Түсінесің ба? Енді ахса деген сөзге хаса деген кішкентай тасты айтады, түйіршік тастарды айтады. Сәждеге барғанда кейбір кезде үй жөнде алмай қалады, не болса жай намазы болмай қалады, далада намаз оқып қалғанда не жеріңе бір тастар естемей ме? Сен тасты бүйтіп алып, сол маңдайыңда тасты алып бүйтіп санасаң, нервің шыдамайды сенің. Сенің бүткіл амалдарыңды дейді, кішкентай болған, тас түйіршіктей болған амалдардың бәрін тізіп жазамыз деп жатыр. Міне, осы аяттың ішіндегі осы 4-5 аятты алып сені ойланатын болсаң, сенің күнәға желаниең болмай қалады, Жаслан. Сол үшін айтып жатырмын мен, 30-шы параны жаттаңдар, ішіндегі аяттарға үңіліңдер, қараңдар. Ішіндегі жәннат инна лил муттақина мафаза хадайқа ва аънаба ва каваиба атраба ва кәсан бихақа. Сондай мұттақиндер үшін деп жатыр. Мұттақиндер деген кімдер? Тақуалар. Тақуалар үшін бір нелері бар? Бау-бақшалар бар деп жатыр. Жүзімнен болған. Сондай бір жас қыздар бар дейді, сені күтетін дейді. Және ва кәсан бихақа, сондай бір кеселері бар дейді, жаңағыдай толып тұрған. Оның ішінде не сөздерді естімейсің дейді? Ла ясмауна фиха лағва ва ла киззаба. Оның ішінде бір лағу сөз естімейсің дейді. Ва киззаба, өтірік жалған сөздерді де естімейтін боласың дейді. Әрі қарай сен осы аяттың әрі қарайын оқитын болсаң, Аллах тағала дейді, сенің жасаған амалдарыңды не істеп қояды деп жатыр? Көз алдыңа әкеліп қояды деп жатыр. Өз-өзіңе анализ жасап, өз-өзіңді фильтровать етесің ғой. Табасың ананың ішінен өз-өзіңді. Бірінші табасың,
екінші тафаккур қылып ойланасың, ақи. 30-шы парада не жазылған? Ықылас сүресін айтайық. Ықылас сүресін оқитын болсаң, бұл Ықылас сүресінің түсу себебін білмейді кейбір бауырлар. имам Табари, имам Уахбату Зухайли, имам Қуртуби, имам Ибн Касир рахимахумуллаху рахматан уасиға, бұлар өздерінің тәпсірлерінде келтіреді осыны. Бірінші риуаят бар, яһудилер келді дейді. Екінші риуаяттар бар, насранилер келді. Үшінші риуаяттар мушриктер келді дейді. Келіп сұрайды дейді. Мән раббук? Кім сенің раббың? Мин әй жинсин? Жынысы не оның? Ау мин нухас, ау мин захаб, ау мин фидда? Жез ба, мыс ба ол? Сенің құдайың. Олар материяға, материалист болып кеткен ғой. материяға негізделіп кеткен ғой. Жез ба, күміс ба, алтын ба, не деп жатыр? Енді Ықылас сүресін құл деп айтып жатыр. Міне, құл айт деп жатыр. Айт. Не айт деп жатыр? Кімдерге айт? Анау сенің Раббың турасында сұрақ келгендерге айт деп жатыр. Я Мұхаммад, хуаллаху ахад. Бұл жерде бір грамматикалық маңыздық бар, айтып кетейінші. Айтыңызшы ұстаз. Араб тілінің бір қызығы бар да. Хуа деген дамир ғой, ол деген. Мысалға, ол деп айту үшін мен бірінші оны айтуым керек. Ол не екенін. Мысалға, мен Жаслан, мынандай адам, ол деп айтамын да. Ол деген кім, значит ол? Ол Жаслан деген. Мысалға, Сәлман келіп сой, Жаслан деген кім дейді? Ол деп бастаймын мен. Бірінші ол деп бірінші басталып кетіп тұр. Айтатын әңгімені ол деп бірінші бастап кетіп тұр да, сосын барып Алла деп. Бұны дамиру шән дейді. Айтылайын деп атқан нәрсенің маңыздылығын айтайын деп жатыр дейді. Тыңдап ал деп жатыр. Хуа ол, Аллаху ахад. Жалғыз, ешқандай серігі жоқ. Есім сипаттарында да жалғыз. Бүткіл істерінде де жалғыз. Ешқандай серігі жоқ деп жатыр. Ахад деп жатыр. Бұл ахад деген сөз дейді. Анау Умай ибн Халаф Белал радиаллаху анхуды қинамай ма? Тас деп. Ахадун ахад. Ахадун ахад. Жалғыздың жалғыз деп жатыр. Ахад деген сөзді көбіне арабтар Аллаға қолданады негізінде. Уахид дегенде Аллаға, ахад деген сөзді Аллаға қолданады. Уахид дегенде былай цифр қылып есеп қолданады. Бір деген сөз ғой, бір. Дара, жалғыз деген. Уахид деген бір, ахад деген дара, жалғыз деген. Түсінсің ма? Қазақшада бір деген бірді, дара деген дара. Дәл. Аллаху самад деп жатыр. Алла мұңсыз деп жатыр. Бұл жерде мұңсыз деген не мағына? Не қалай, мұңданбай ма? Мұңсыз деген мұқтажсыз деп жатыр. Еш нәрсеге Аллах Тағала ішіп жебінге, одан басқа сен неге мұқтажсың? Алла Тағала бар нәрседен мұқтажсыз. Керісінше бүткіл ісімізде біз оған мұқтажсыз. Неде Аллах Тағала Құранда келеді? Аллах Тағала ғани, мұқтажсыз, уа антумул фуқара дейді. Сендер оған мұқтажсыңдар деп айтады. Түсініп отырсың ба? Лям ялид ва лям юлат. О тумады, туылмады дейді. Кейінгі тәпсірлерде тудырмады дегенде мағынаны қосады екен. Лям ялид тумады, ва лям юлат туылмады. Соңғы тәпсірлерде оққан кезінде ғалымдарымыз енді оны олар өздерінің ойынан қосқан жоқ. Онда анау ізгі ғалымдардан алып отыр. Тудырмады дегенде мағына. Оны кімдерге айтып жатыр? Бұны насранилерге айтып жатыр. Бірінші Исаны Құдайдың баласы дегенге. Одан кейін еврейлерге Ғузайр Алланың баласы дегенге қосып жатыр. Иудейлерге, яһудилерге, еврейлерге. Одан кейін кімдерге? Мушриктерге қосып жатыр. Алланың кімдер жаңағы періштелер Алланың қызы деп айтатындарға. Соған не беріп жатыр? Опровержение, раддия беріп жатыр, қайтарып жатыр. Сенің таухидыңды айтып жатыр бұл жерде. Таухид деген нәрсе бұл адамның амалдарының дұрыс болуының шарты. Үйдің іргетасы сияқты. Сенің үйіңнің іргетасы болмаса, үйің тұру мүмкін, бірақ уақытша. Ал іргетасы болса, жаңа арматурамен әдемілеп нөлін шығарып қоймайсың ба Құдай? Ақшаңды аямайсың ғой арматураға. Сен де таухидыңа өзіңнің уақытыңмен күшіңді естемеуің керексің, сен аямауың керексің деп жатыр. Осы жерде Ибн Аббас радиаллаху анху айтып жатыр. Бұл тәпсірге байланысты Аллах Тағаланың бүткіл есім сипаттарында жалғыз, абсолютті түрде тек қана соныкі екенін айтып жатыр дейді. Уәләм якуллаху куфуан ахад, оның ешқандай теңдесі жоқ екенін айтып жатыр дейді. Міне, бір
Бұл бірінші нәрсені айтты. Екінші мәселе бұл намаздағы қираат мәселесі, ахи. Каусар мен Фатиха, Каусар асырмен қайтарып жүрген адамдарға айтып жатырмын мен оны. 30-шы пара жаттап адамдарға айтып жатқан жоқпын. Ғалымдарымыз айтады. Жалпы, яғни қысқа сүрелер Каусар, Ихлас, Фалақ, Нас деген сүрелермен қайтарып жүру дұрыс дейді. Намазың дұрыс болады, бірақ өмір бойы соны қайтарып бұл нәрсе сені күнәлікке, күнәһарлыққа апарады деп жатыр дейді. Және сені 30-шы параны жаттау деген муфассал дейді. Муфассал деген бұл жиі бөлінгендер. Мысалы, Бақара сүресі кетеді 2,5 пара. 2,5 пара деп отқанымыз 20 бет, 40 бет, 50 бетке жақындайды. Муфассал деген бисмиллахир-рахманир-рахиммен жиі бөлінген. 1 бет, 2 бет, әрі кетсе 1,5 бет. Жиі бөлінген. Түсініп отырсың ба? Муфассал сүрелерді көп оқыған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам нелерінде, намаздарында. Яғни бұл сүннетке дәл түсін деген сөз. Бұл намазда таптырмайтын. Енің сені қараш, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам бізде мынандай бір кейбір кезде барған кезде бауырларымыз өте қатты қателік жіберіп жатады. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам сәждесі ұзақ болған, рукуғ ұзақ болған сәжде намаз қайырлы деген жоқ. Қиямы ұзақ болған деді. Қиямы ұзақ болған намаз деді. Қиямы яғни тұрысы. Тұрып. Ол қашан ұзақ болады? Сен ұзақ сүре оқыған кезде ғана ұзақ. Әне. Түсіндір алдың ба? Түсіндік қой. Сондықтан бұл сүрелерді жаттау бірінші сенің ақидаң, одан кейін сенің тадаббур, тафаккур жасауыңа. Бұл жерде жаңағы нені айтпайды, фиқи мәселені айтпайды. Аятул ахкам 5 үкім аяттары жоқ бұл жерде. Бұл жерде таза ақида, Құдай туралы, тозақ жәннат туралы бұл жерде. Нағыз кайфты сындыратын аяттар бұлар. Қай жағынан? Сенің күнә жасайтын кайфтарыңды сындыратын аяттар. Рухани формада жүру үшін. Сенің руханиятыңды күшейтетін, сенің қан тамырларының соғысын дұрыстайтын. Күнә жасамасаң, сен адамның қаны қараймайды ғой. Күнә жүрегі қараймайды. Күнә жасаған кезде адамның жүрегі қараяды екен. Қан қойыланады деген сөз ғой. Түсініп отырсың ба? Енді бұны неге айтып жатырмын мен? Бұл базовый минимум бұл. Базовый минимум бұл. Егер 30-шы параны жаттап тастаған болсаң, альхамдулилля, сен әрі қарай неге бар? 29-ға қарай өтті. Мысалға, Желянкіде Мейрамбек деген ұстазымыз бар. 41 жасында Құран жаттап тастапты. Желянкі деген ол Ақтөбе қаласындағы шағын бір аудан. Сол жерде Хазірет Досжан деген мешіт бар, атындағы атамыздың, Алла рахмет етсін атамызға. Сол жерде Мейрамбек деген ұстазымыз бар, Жетесов фамилиясы. 41 жасында Құранды бастайды. Сонымен 47 жасында аяқтайды. Баласы бірге жаттап, баласы да аяқтайды. Міне. Бізде мынандай әкелер бар. Балам қари болсыншы дейді, бірақ өзі бір пара жаттамаған. Сосын оны қинап барып жаттатады. Жігіттер айтады ғой. Қари болған жігіттерді айтам дейді, барып әкесіне айтты дейді. Әке, болды, сен үшін жаттадым мен. Енді футбол ойнайыншы деп айтады дейді. Түсіндің ба? Целый Құранды түсінбей жаттағаннан көрі жаттаған дұрыс, жаттаңдар. Бірақ ананың мағынасына үңіліп жаттау одан да қайырлы. Өткені мынандай риуаят келді жасылан. Умар радияллаху анху, Умар ибн аль-Хаттаб радияллаху анху, Амирул Муъминин, мүміндерді әмір болған, Бақара сүресін 12 жыл жаттаған екен. Ғалымдар түсіндіреді. Оның 1 жылда, 6 жылда, 6 айда жаттап тастауға мүмкіншілігі болды ма? Болды дейді. Әрбір аятқа үңілді дейді. Амал жасайтын аяттарға амал жасады. Әр қайсының тәпсірін оқыды дейді. Түсіндір алдың ба? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтып жатыр, Термизиде келген хадисте айтып жатыр. Ішінде, яғни жүрегінде Құраны жоқ адам, оның қиранды үй секілді деп жатыр. Яғни оның ештеңесі жоқ деп жатыр ғой. Сенің қазір басыңда бір қиран, не то что, мысалға, қиранды үйің болса, әйтеуір лекерлеп аласың ғой. Мен черновой вариантта үйім бар мысалға. Тезірек салып алсам екен деңізші. Сонымен салып алып бақыт болып кетсем екен деп жүрді. Түсінген адам түсінді. Ал сенің қиранды үйің болу деген сөз, дымың жоқ деген сөз ғой. Дымың жоқ, сен бишарасың деген сөз ғой. Сондықтан мен базовый минимумды айтып жатырмын. Және ғалымдарда осы Ибн Касир және тәпсір ғалымдары, кейінгі Құран ғалымдары осы 30-шы параны көп деп айтқан екен. Өткені жаңа айтылған ішінде
мәселелер болған секілді себепті. Сондықтан құрметті бауырлар, не үшін айтып жатырмын? Сенің сапалы болуың үшін айтып жатырмын. Сен үйіңде осы 30-шы параны жаттасаң, сенің балаң бірге жаттайды осынымен бірге. Көп ана көзге көрінбейтін дүниелер шешіледі дейсіз. Иә, көзге көрінбейтін дүниелердің барлығы шешіледі. Құран оқылған кезде адамға жын жоламайды. Кеше анау Ербол Ахмет бауырымыздың ұстаздың несінен оқып қалып едім инстаграмнан. Құран оқу, Құранды көп оқу, Құранды жаңағы 30-шы параны қайталау, ол күнәдан тосуға бірден бір себеп. Иә. Мысалға Фалақ, Ықылас, Фалақ, Нас сүрелері не үшін түсті? Фалақ, Нас сүрелері не үшін түсті? Құл аузу деп басталады. Айт, сен Аллаға сыйынамын, бираббин нас. Құл аузу бираббил фалақ. Қай уақытта оқитындығын саған айтып тұр. Қай кезде оқитындығын айтып тұр. Кімге қарсы оқитындығын айтып тұр. Өзің оқыш болды. Шам кіргенде, осы асыр кіргенде, осыны сен өзің оқысаң, түсінесің сен ішіндегі. Мен айтпай қояйын, бәрін айтып берейін саған. Қолыңа қармақ ұстатқандай болайын да. Сондықтан осы аяттардың несіне оқитын болсаң, әлхамдулилля, саған жын тиюден, көз өтуден осы аяттар сені сақтайды. Әлхамдулилля. Алла разы болсын. Қысқаша осы, Аслан. Ұстаз, мына отбасы мәселесіне байланысты көп жаңағы тақырыптарды қамтып, бір-біріне әйтеуір өте бір керемет мысалдармен, шариғаттағы мысалдармен жауап беріп жатырсыз ғой. Сол нәрсені айтып жатқанда бір осындай сұрақ келіп қалды да. Мен бұл сұрақты оқып таң қалдым. Әлі күнге дейін адамдарда осындай дүние бар екен ау деп. Әлі күнге дейін ер адамдар бар екен. Әйелі қыз туса, кәдімгідей ренжіп, жекіп, соның тұқымын, оның болмысын айыптап, енді қаншалықты ақымақ болуға болады білмеймін енді. Осыған не дейсіз? Баяғыда бір көшеде жүрген кезде айтатын еді. Нағыз еркектен еркек туады деп. Иә. Сосын біз қойып алдық қой ары қарай. Нағыз еркектен қыз туады деп. Соны айтамын. Жалпы бұл надандық дәуірінен пайғамбарымыз алейхиссалату уассаламның пайғамбарлығы келмей тұрған кездегі нәрсе еді бұл, негізінен надандық дәуірінен қалған. Бұл тап-таза надандық бұл. Бұны ғылым дәлелдеп тастаған. Еркектің жаңағы әйелден туатын еркектің қыз, баланың қыз немесе ер бала болуы, ол еркектің хромосомасына байланысты. Өзімізге байланысты ма? Иә. Өзімізден көрмейміз. Өйткені әйелде XX хромосома болады. XX. Қандай не келсе де XX тұрады да, ода X тұрады. Сен бізде XY болады. Қайсысын сенің жаңағы ұрығың, қайсы хромосома тасымалдайды, сол Алла тағаланың қалауымен қыз болады, ер болады. Ол әйелге вообще қатысы жоқ. Сен мынандай деп тұрған сияқты тупой адамсың ғой. Сен жерің бар да, ектің жерге. Барында арпа ектің да, бірақ сен бидай күтіп жатсың да, сен бірақшы. Сені не деп айтайын енді? Қандай сөзбен боқтайын, сен айтшы енді. Мына жерге ұстаз мынандай комментарий келетін сияқты. Ұстаздың білмейтін тақырып жоқ. Керек деп. Отырсың ба? Субханалла, сондайлар әлі болып, анда-сонда. Ол ғылым дәлелдеген оны. Ол саған байланысты, чортны. Отырсың ба? Саған байланысты ол. Күйдіре ма? Күйдіреді, күйдіргілер. Субханалла, енді осы орайға байланысты енді қыз баланың беделі өте биік қой. Еді. Дінімізде өте биік. Дәстүрімізде де биік. Енді түсінген адамға, білген адамға енді. Мынау орамал мәселесіне әлі аяқтаған жоқпын сөзімді. Аяқтаған жоқпыз. Әлі қайда бар. Енді бұл ислам келмей тұрған кезде, пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам келмей тұрған кезде адамдар қыз туғанда не істеген? Ұялған. Сондай уақиғалар бар да, қыздарын бар тірілей көмген. Кейбір тайпалар сосын ба? Өткені ол кезде қыздың құны болмаған. Қызды бір материя зат ретінде, валюта ретінде көрген. Ислам келгеннен кейін бар бұл несін құнын, қадырын көтерді. Не деп көтерді білесің ба? Шура сүресінде мынандай сөз келеді. Алла Тағала сені қалағандарға қыз береді, қалағандарыңа ұл береді деп айтып отыр. Осыған байланысты қателеспесем Яхия ибн Аби Касир рахимахулла деп айтады. Аллах Тағала әдейі қыздардан бастап тұр дейді. Сендерге беретін нығметті қыздардан бастап тұр деп, бұл алдыңғы өткен надандарға не беріп тұр дейді? Аллах Тағала раддия опровержение беріп тұр дейді. Енді қараңызшы, Хасан аль-Басри рахимахулла рахматтан уасиғ айтады. Кімнің үйіне қыз келсе, оның үйіне берекет келді дейді.
оның үйіне жылулық пен шуақ келді дейді. Ахмад ибн Хамбал қыз туған үйге айтатын болған, арасында мынандай бір құттықтау сөздер айтатын болған: кімнің үйінде қыз туылса, арасында пайғамбарлардың балдарының көбісі қыздар болған дейді. Тіпті пайғамбардың ұрпағының өзі Фатима анамыздан тарайды дейді. Енді одан кейін ғалымдардың сөзі келеді. Ол нығмет дейді. Қыз жақсылық дейді. Қияметте нығмет үшін сұраласың дейді. Жақсылық үшін не аласың дейді? Сауап аласың дейді. Ізгілік аласың, сый аласың дейді. Қыз балдардың бұл несін көтеріп жатыр? Мерейін үстем етіп жатыр. Бұл қыз бала әкенің бір несі деп жатыр, жұбанышы деп жатыр. Әкесіне жақын болады қыздар асылында. Бір үйдің бір тірегі деп жатыр. Менің жаңағы келіншегім айтады ғой, бірінші бала туатын болсындар қыз туыңдар дейді. Неге десең, ертең ол өскенде бір үйдің екінші қамқоршысына айналады дейді. Шынымен үйдің бүкіл үйдің барлығын ертіп жүреді. Мысалға үйде кішкентай Алихан деген 2,5 жасар ұлым бар. Аузына бір кішкентай бірдеңе салып жатса, тыңдамайды бізді. Еркек ғой өйткені. Мәдина дейміз ғой. Анау сразу алып бере қояды. Көрдің ба? Қыздың қандай қамқоршы екендігін, қандай көмекші екендігін. Керемет емес пе? Сондықтан пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның бір керемет хадис айтады, бұл Тирмизиде өтеді. Кімнің 3 қызы болып дейді, оны 3 қыз болса ол жәннатқа кіреді дейді. Сахаби сұрайды. 2 болса да. 1 қызы болса да ма дейді? 1 қызы болса да дейді. Осына ғалымдар тәпсірлейді. Кімге қызға әдептілікті үйретсе, білімділікті үйретсе, ар-ұятты үйретсе, бір көргенсіз болмаған қыздарды айтып жатыр бұл жерде. Түсінесің ба? Осыны үйрететін болса, ер адам неге кіреді деп жатыр? Жұмаққа кіреді деп жатыр. Енді қара, ғалымдарымыз қалай не беріп жатыр? Қыз бала ол сені әкесін жұмаққа жетелейді. Күйеуге шықса, ол не істейді? Ерінің иманын толықтырады. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам не деп жатыр? Ан-никах нисфуддин деп жатыр. Неке ол діннің жартысы деп жатыр. Сен үйлену арқылы иманыңның жартысын толықтырдың, енді қалған жартысында Алладан қорықсаң сол жеткілікті деп жатыр. Әйел, бұл қыз бала осындай дәрежеге көтерген. Ең үлкен дәрежесін айтайын ба бұл? Бұл бәлкім қателесуім де мүмкін, бірақ Аллах тағала әйелдердің ең үлкен құқығы қандай деп ойлайсың дегенде мынандай деп айтар едім мен. Мұрагерлікке енуі. Әйелдердің сондай құқығы болмаған, олар еркектер бүйде айтатын, олар біз киіндіреміз, оларды тамақтандырамыз, оларды біз қызықтаймыз деп айтатын болған. Ондай адамдарға кім мұрагерлік болады? Береді. Ислам не десе де келді де айтты. Әйел не істейді? Мұрагерлікке кіреді деді. Бұл құқық мәселесіндегі, адам құқық мәселесіндегі ең жоғарғы құқық бұл дейді. Әкеңнен 10 миллион доллар қалатын болса, соның бір үлесін сен аласың деген сөз. Бұндай құқық болмақ түгілі дандандық дәуірінде не істейтін болған? Бұның тек қана қыз болып туғандығы үшін оны тірілей апарып көметін болған. Ислам келді де, бұл ислам не істеді? Қыз баланың дәрежесін осылай көтерді. Сондықтан мен жаңа чорттарға айтарым, сендер чорт болмаңдар олай. Субханалла. Қайта қыз туғанда қуаныңдар. Бұл сенің ертең тозақтан қорғайтын қалқаның сенің. Олың қорғамайды. Олға бәрібір үйде кім кіріп жатыр, кім шығып жатыр. Үйге кірген кезде мен қыздарым шығады алдынан. Анау жатады. Сен барсың ба, жоқсың ба? Керек кезде. Мамсиктер. Түсінесің ба? Синичка, присиничка ма, қалай корзиничкалар жатады. Мамасына тартып береді. Сондықтан еркектерге айтарым, субханалла, чорт болмаңдар. Жігіт болыңдар, еркек болыңдар. Қыздың да, ұлдың да орны ерекше. Алла сана берсін бе баршамыздың баламызға. Енді қыз баладан ары қарай өрбей түсейік тақырыбымызда. Сіз орамал мәселесі енді өткен подкастта да қозғаймыз дедік, бірақ үлгермей қалдық. Енді қазір қарапайым тілде түсіндіріп өтсек, осы кісілерге, осы қарындастарымызға, жалпы енді осы бір соңғы уақытта орамалын шешуін әлеуметтік желіге салып, оны үрдіс ретінде көрсетіп кететін әпке қарындастарымыз бар. Енді оларға ешқандай да бір сынамаймыз, тіл тигізбейміз. Енді тек қана жақсылық тілейміз. Ол кісілер
сол өзінің орамалдарына қайтып тағып, қайтадан Аллах жүректеріне хидаят беріп орнына келсін. Дегенмен соларды көріп, енді орамал тағу да оңай емес, шаршайды, шалдығайды, тағы да басқа өзінің бір қиындықтары бар. Енді біз өзіміз көрмегеннен кейін, білмегеннен кейін, ол нәрсені киіп көрмегеннен кейін сезінбейміз. Дегенмен солай бір кейбір кісілерден, жаңа жан жағымызда қоршаған әпке қарындас бала шағаларымыздан естіп жатамыз. Жалпы соларға еліктеп шешкісі келіп жүргендер бар ұстаздар. Енді қараш. Енді қараңыз, менде сұрақ осылай. Шешкендер не ұтылды, киіп жүргендер не ұтты? Жалпы киіп жүргендер қандай сауапта? Осы әпке қарындастарымызға бір еске салып қою керек сияқты. Енді жаңа қыз баласы туралы әңгіме еттік қой біз. Соған тұздық болып тұр сол, сондай бір алтын, жемчуг, бриллиантты сен қалай оны бір сақтамайсың? Қарашы мынаны. iPhone 17A 16 Pro Max 1 терабайт. Қарашы мен қалай қылып қойдым. Питака деген 40 мыңның чехолын кигіздім. Бетіне 2000 теңгенің несін жабыстырдым. Стеклосын жабыстырдым. Мынаны қазір мен мынаны былай шешіп, мынаны сынтап тастасам, мынадан айырылам мен. Мынау телефон болмай қалады мынау. Алланың берген сыйын. Қалай сен бұны ашық-шашық күйінде тастайсың сен, қыз бала? Қалай тастайсың сен мынаны? Мынаны, сен қараш, елен вагин алады адамдар. Лейсан үшуат, бронепленка жапсырады ғой 2 миллионға. Бронепленка жастырады 2 миллионға. Ол айтады, ол кузовты қорғамайды, бірақ ана сырып кеткен кезде краскасын ұшырмайды деп жатыр. Ойлашы, темірге бола сондай бір қамқорлық жасап отқан болсаң, сен еркек басыңмен, бала шағаңмен, қыз балаңа, әйеліңе сондай қамқорлық жасай алмайсың ба не? Бұл бір. Екіншіден, бұл хиджабтың, яғни орамалдың парыз болуы Құран сүннетпен парызданған. Сен оны шешумен үлкен күнәға қалып жатсың. Өйткені Алла Тағала Құранда анық айтып жатыр. Кім Алла және оның елшісінің сөзіне, бұйрығына, жаса деген ісіне сен ашықтан қарсы келетін болсаң деп жатыр. Алла Тағала сені адастырады деп жатыр. Және сен үлкен азапқа душар боласың деп жатыр. Адастыру дегенді қалай түсінесің? Адастыру деген өмірден толығымен берекет кету деген сөз. Өміріңнен толық жүйе жоқ деген сөз. Бір жерден сырғанап баратсың, я тасқа соғасың, я жарға соғасың, я талға соғасың, білмейсің қалай соғатыныңды да, бірақ. Бұл үлкен күнәға, бұл үлкен арсыздық қылып келеді, Алла сақтасын. Ал тағып жүргендерше, тағып жүргендерге ғалымдарымыз былай айтады. Бұл жай базарға шығып келгеннің өзінде деп жатыр. Салауат айтпай қойсын, зікір айтпай қойсын. Просто жүріп келсін дейсің. Жүріп келсін, просто орамалын тағып жүріп келсе, зейнетте жерін жауып келген болса, бұл не болып жатыр? Бұл жай ғана сауаптар алып жатыр. Бұл дін ислам келмей тұрған кезде дейді, жаслан тарихта оқитын болсаң, не деп жатыр? Орамалды аристократ текті ғана әйелдердің тағуына рұқсат берген дейді. Не деген сөз бұл? Көшедегі әрбір еркек бұл әйелге тиісе алмайды деген сөз. Қалқаны болған. Яғни орамал жоқ қыз, я күн қыз, я оның сұрауы жоқ қыз деген сөз. Ал орамалдың әйелге тағуының себебі бұл текті қыз деп жатыр. Бұның артының сұрауы бар деп жатыр. Сен бұған тиіссең, оңайлықпен құтылмайсың деп жатыр. Түсініп отырсың ба? Енді сенің күйеуіңе арналған зейнетті зейнет деп айтып жатыр. Әурет емес, зейнет. Еркек қарағанда рахаттанатын, сүйсінетін жерлерді айтып жатыр. Бұрын арабтың кезінде, енді исламда орамал парыз болмай тұрған кезде, бұл тапты ма, надандық дәуіріне тақты ма, былай артқа жіберетін болған. Енді не деп жатыр ислам? Соны тек қана алдыға түсіріп, зейнетті жерлерінде жабыңдар деп жатыр. Мәдинада бұл аят түскен кезде дейді, құрма бағында жұмыстап жүрген әйелдер сол жерде тек етектерінің нелерін жыртып тек сол кездерде жапты дейді. Мен дайындалып алайын. Мен барып бір білмеймін ғой, жаңағыдай бір сатып алайыншы, фатиха жаттап алайыншы деген нәрселерді айтқан жоқ дейді. Бұны естіді, ва сами'на ва атa'на деді. Естідік, бойы ұсындық. Сами'на ва атa'на деген аяттың несін айтайын ба? Тәпсірін айтайын ба саған? Бұл 285 аят Бақара сүресінің. Сендер естідік та бойсұныңдар деп айтыңдар деп жатыр бізге. Неге? Неге айтып жатыр осыны Алла Тағала? Білесің ба? Оның алдында мынандай бір аят түседі.
сендердің жай ойларыңа келген күнәлі ойлар болмай ма, соған да жауап бересіңдер деп жатыр дейді. Аллах тағала айтып жатыр. Сонда сахабалар келеді, я Расулалла, қалай болады ол? Мүмкін емес қой ол дейді. Біз басқара алмаймыз ғой дейді. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтады, алдыңғы өткен кәпір қауымдар сияқты сәмиғна уа асойна, естідік те қарсы келдік деп айтпаңдар. Сәмиғна уа атоғна, естідік те бойсұндық деген қауымдардан болмайсыңдар ма деген сөз дейді бұл дейді. Түсіндіре алдым ба? Яғни бұл орамал сенің қалқаның, сенің абыройың, жаман айуани көздерден сақтану, айуани істерден сақтану, бұл сенің нең болып жатыр, сенің бұл орамалың болып жатыр. Қалай түсінсең олай түсін. Алланың бұйрығын орындайсың. Алланың бұйрығын орындау, бұл үлкен сауап деп айтып жатыр. Бер. Үлкен сауап деп айтып жатыр Аллах тағала. Екеуіне де құйып бере бер. Түсіндің ба? Түсіндіре алдың ба? Түсіндіре алдым. Енді шешкен адамшы. Шешкен адам не ұтылды, бұл кісі ұтылды. Алла разы болсын. Су ішіп алыңыз. Стол алам деген жаусай су тасый тұрамыз. Сен де қоймайсың ғой енді. Сен бір күнді былай қолыңмен жауып тұрдың деп сөндірдің деп ойладың да сен. Бірақ ол күн сөнген жоқ қой. Түсініп отырсың ба? Сен шариғаттың ешқандай кем кетігі болған жоқ. Исламның абыройы төмендеп қалған жоқ. Тек қана сен ұмтылдың, қарындасым. Жеңгем, әпкем, сен ұтылдың. Алла тағаланың әміріне қарсы келіп қалдың. Енді өмірлерінде дүрбелең басталса Құдайдан көрме сен. Сен өзіңнен көр. Әп-әдемі болып, Алланың әмірін орындап жүргенде сені шешіп тастауға не себеп болды? Адамдардың сөзі ме? Адамдар мәңгі Өз-өзін дұрыс сезінбеуі. Ішінде бір нәрсе келеміз бұған. Ішінде бір нәрсе неседі андай. Қазір келеміз. Бұл қаяқтан келіп жатыр? Енді былай айтайыншы, Жасқантай. Былай айтайыншы саған. Біз орамалын шешкен қыздардың инстаграмын бір көзіміз шалып қалып жүр ғой. Қандай күйде жүргендігі. Олардың шешетіндігі сол кезде белгілі болып қалған сияқты болды ғой. Негізі бұл әуретті жабу деген сөз адамда бөгде адамдардың көзінен тасада болу деген сөз ғой. Зейнетте жерлерін көрсетпеу деген сөз ғой. Түсініп отырсың ба? Неге шешіп жатыр? Менің мынандай бір нем бар, талдауым бар. Ортаның дұрыс болмауы. Дін исламның дұрыс базовый минимум болған ілімдерін үйренбеуде, Алланы танымауда. Кім үшін тағып атқаның? Яғни бұл хиджаб, бұл орамал жүрекке бар орнықпаған, жүректі жаппаған. Жүректі жаппағаннан кейін ол басты да жаппайды. Түсініп отырсың ба? Әлеуметтік желіде суреттерінің, видеоларының жиі болуы бұған әсер етуі мүмкін ба? Иә, әсер етуі мүмкін. Мысалға енді көзге түспеймін деп тырысып жапты ғой, бірақ ол орамалмен, ол немен қаншама оқырман, миллиондаған оқырманның көзі назары. Жақсы экспертный видеолар түсірсе, мен ешқандай проблемам жоқ. Андай бір тек қана әуретін көрсетпей, тек қана былайын қосып, несін көрсетсем, проблема жоқ дер едім. Бірақ енді көріп тұрып қой, хиджаб тағатын қызға жараспайтын нәрселерді жасап жатыр ғой. Осындай бір әсері бар ма? Әсері бар. Міндетті түрде әсері бар. Тікелей әсері бар. Бір әсер, негізгі әсерлер деп білмеймін. Негізгі әсерлер. Негізгі жалғыз ғана сол деп жатқан жоқпын. Бірі деп жатырмын. Екіншіден, қыздардың ең қаттысын алатыны өздерінің зейнет жерлерін көрсеткісі келеді олар. Алла тағала жасыр деп жатыр. Байқалып тұрғысы келе ме? Сенің жасырғаныңда үлкен өзіңе үлкен нелер бар, нығметтер бар, жақсылықтар бар деп жатыр. Қияметте алатын сыйларың бар деп жатыр. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам миғражға көтерілген кезде Жаслан мынандай бір хабарлап келеді. Бір әйелдерді көрдім дейді. Мен ол әйелдерді көрген жоқпын дейді, ондай әйелдерді. Танымадым дейді. Жәбірейіл алейхиссалам көрсетіп жатыр ғой. Олар киінген жалаңаштар болды дейді. Қалай дейді? Қалай сонда бір уақытта адам киінеді, бір уақытта жалаңаш болады дегенде ғалымдарымыз айтады. Бұл тырысып тұрған киімдер дейді. Екінші прозрачный дейді. Біз айтып жатырық қой. Құран айтып жатыр. Мана кеудеңе жап деп жатыр. Олар шарф қырып мойынға жасап тастап жатыр. Болмаса өзінің зейнетті жерлерін жаппай жатыр. Не стиліні деп жатыр да. Стильный қылып табуға болады. Әдемі орамалдар бар. Кеңдеу қылып та стильный қылуға ма? Әдемі қылып та істеуге болады. Бірінші, енді жақсы
жоқ болмағанның өзінде саған адамдардың көзқарасы қызық па, айтшы? Алланың разылығы қызық па саған, болмаса адамдардың сөзі қызық па саған? Или көзі қызық. Түсінесің ба? Ауыр тақырып өте, Жаслан. Енді Арбанда сындырмай өгізді де өлтірмей алып шығу керек. Менің енді бұландай айтатын кеңесім бар. Шешкісі келіп жүрген адамдарға айтатын кеңесім бар. осында ана камераға қарап тұрып айтыңызшы, ана тура. Ең сапалы камераға. Әпкем, жеңгем, қарындасым. Иннамал муъминуна ихуа дейді. Расында мұсылмандар бір-біріне бауыр дейді. Сендер де менің бауырымсыңдар. Фазаккир фа инна зикра танфаул муъминин дейді. Ескерт, расында ескертуде үлкен пайдалары бар дейді. Шешпе. Адам бұл кезең өтеді. Адам өз кезең өтеді бұл дейді. Аллах Тағаланың алдында абыройың болса, басқа жаратылыстардың алдында сенің абыройыңды Аллах Тағала көтеріп қояды. Сәл шыдашы. Өйткені жәннатқа кіру оңай емес. Бір күні Жәбірейіл алейхиссаламға Аллах Тағала айтады: жәннатты жаратып қойдым, бар көріп кел дейді. Қарайды. Жәннаттың сырты ұнамсыз нәрселермен қоршалған екен, нәпсіге ауыр болған нәрселермен қоршалған екен. Не түсіндің бұда? Жәннатқа кіру оңай емес екенін түсініп жатсың сен бұда. Енді тозақты жараттың, тозақты бар көріп кел дегенде, адамға ұнамды, шахуатты қоздыратын адамдардың жаңағыдай нәпсіге оңай келетін нәрселермен қоршалған екен дейді бұл дейді. Тозаққа кіріп кету оп-оңай, сенің тек қана орамал шешуіңмен ғана сен не кіріп кетесің? Тозаққа кіріп кетесің. Сондықтан сен адамдардың сөзін аяғының астына жинайсың да биікке көтерілесің, болмаса иығыңа жинайсың да сол адамдардың сөзінен шыға алмай, соның астына жаншылып өлесің. Қысқаша осы. Сондықтан орамалды барынша не істемеңіздер, шешпеңіздер. Бұл сендердің діндерің. Егер сендердің орамалың кететін болса, сендердің нелерің кетіп қалады? Діндерің кетіп қалады. Алла сақтасын. Сондықтан, оңай емес. Сенің жәннатта болатын дәрежеңнің биік болатындығын, Фирдаус жәннатта болатындығын білдіріп жатыр. Сумайя анамыз не деді білесің бе? Абу Жахил қинап жатқанда не деді білесің бе? Аба Жахал деді. Менің мына сенің көрсетіп жатқан қиындығының одан сайын зор болған сайын менің жәннатта болатын мекенім, орным биік болады деді. Әрі қарай не деді білесің бе? Білмеймін. Ұмытып тұрмын. Әрі қарай айтты: сенің тозақтың, қазір сен рахат көріп жатсың ғой менен дейді. Удовольствие алып жатсың ғой. Кайф ұстап жатсың ғой дейді да, сенің тозақтың ең түбінде болатынның белгісі бұл дейді. Абу Жахил бұл сөзді көтере алмайды да, аяғы ауыр болған Сумайя анамыздың жатырына найза тағып өлтіріп. Аналарымыз қалай тұрып берді сол кезде. Ең қызығын айтайын ба саған? Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Айша анамыздың үйінде жерленді. Оның қасына кім жерленді? Абу Бәкір әкесі жерленді. Сол кезде айтады: мен дейді екеуі болып жүргенде бөлмемде, үйімде не істейтін едім дейді, орамалсыз жүретін едім дейді. Енді Омар жерленгеннен кейін орамалды да үйде де шешпейтін болдым дейді. Айша анамыз әрі қарай жалғастырып айтады: соғыр еркектің қасында болсаңдар да орамалдарын шешпеңдер дейді. Түсінесің ба? Не только шешкім келеді. Соқыр еркектің қасында жүрсең де өздерінің орамал. Кімге айтып жатыр ғой? Фатима анамызға айтып жатыр, ойлашы. Әкесі пайғамбар. Менің қазір әкем әкім болса ше, мен бүйтіп подкаст түсіріп отпас едім. Бәлкім. Подкастты қай жерде түсірер едім білесің ба? Буруш Халифада түсіріп отатын едім мен. Әкем әкім болса, жай әкім. Әкесі пайғамбар болған. Видео айтып жатыр. Фатима деп жатыр. Сенің бір тал шашыңның көрінбей қалса дейді, сенің намазың дұрыс болмайды деп жатыр. Көрініп қалса. Бір тал шашың деп жатыр. Көрініп қалса деп жатыр. Әкесі пайғамбар. Бір-екі ауыз сөз айтып құтқара ала ма? Қияметте құтқара алмайды. Кімге сеніп отырсың сен онда? Кімге сеніп шешіп жатсың сен онда? Әкең пайғамбар болмаса, көкең пайғамбар болмаса, атаң сахаба болмаса, кімге сеніп шешіп жатсың? Оқырман бар ғой көп. Сондықтан бұл оқырман, Аллах Тағала бір оқырманды жоғалтсаң, орнына одан да қайырлы оқырманды әкеліп береді. Алла разы болсын. Сондықтан адамдардың сөзіне ермейміз.
бүкіл әлемдердің жаратушысы болған, ризықтандырушысы болған тек қана Алла үшін тағамыз бітті. Иә, орамалын шешіп жатқандарға ешқандай айыптап бір жеке шамдарына тиеді деген ниеттер жоқ. Дегенмен қарындастарымызға осы нәрсені естігісі келіп жүрген, яғни руханиятпен, осы ислам дінімен өмір сүріп жүрген біздің еліміздегі, біздің қоғамымыздағы адамдар, қыз әпкелерімізге арналады бұл подкасттағы осы бір жері. Ал енді бұл нәрсені қабылдамаймын. Біз өзіміз білеміз, біз өзіміз шешеміз деген кісілерге ешқандай біздің жаңағы бір айтатын дүниеміз жоқ. Сондықтан анадай болып кетпек. Талан-таражға салып жібермейік. Так, қыздар тақырыбынан ауытқымайық ұстаз, иә? Әдемі кетіп баратырмыз, Құдай қаласа. Енді мынау жаңағы... Енді мына жерде бірдеңе айтып жіберейінші, жастан қалып қойды осы жерде бірдеңе. Айтыңызшы. Сонда біз орамал тақпасақ, сонда бір несі болып қаламыз ба, не деген нәрсеге еркектерге айтқым келеді. Еркектерге насихат айтқым келеді. Анау қазақта бір сөз бар ғой, тана көзін сүзбесе бұқа жібін үзбейді деген. Бұл сөзде бір несі бар шығар мағынасы, бірақ еркектерге, әйелдерге орамал тағу парыз болған болса, еркектерге көзін төмен түсіру парыз болды. Көз түссе сөз түседі, сөз түссе іс түседі. Ол іс қайыққа апаратын белгілі. Ля тақрабу зина деді. Зинаға жақындамаңдар деді. Зинаға апаратын жолдарының барлығын алып келетін бірінші не? Ол көз. Еркектер тіпті бүткіл әлемнің әйелдері жалаңаш жүріп кетсе де, сен еркектерге не парыз болып қалады? Көзін төмен түсіру жүріп парыз болып қалады. Бүкіл әйелдердің барлығы жалаңаш жүр, өзі ғой мені не істеп тұрған, тана көзін сүзіп тұрған деген сенің неңе жүрмейді, үзіріңе жүрмейді. Еркек көшедегі әйелдерді көріп алады да, қарап алады да, үйіндегі әйелді құрбақа көріп қалады. Екінші рет айтып жатырмын осы сөзді үшін. Сонда не бізді құрбақа деп шығар? Өз-өзінің әйелінің құрбақа қылып жіберер желаниясы болмай қалады. Егер сен өзіңнің көзіңді тыятын болсаң, бөгде әйелдерге, қыздарға қарамайтын болсаң, Аллах Тағала сенің жүрегің мен көзіңе сенің үйіңдегі жан-жарың, аяулы жан-жарыңды не қылып көрсетіп қояды? Әдемі қылып көрсетіп қояды. Иманның дәмін сезесің. Иманның дәмін сезесің. Сондықтан көзіңе абай бол. Аллах Тағала Құранда айтып жатыр, сендердің көздеріңнің қандай қиянат жасағанын біз білушіміз деп жатыр. Аллах Тағала Құранда айтып жатыр осыны. Сендер қайда қарап жүргендеріңді білеміз деп жатыр. Жасырын тығылып алып тиктоктың ішінен қарасаң да, Аллах Тағала білем деп жатыр сендердің көзіңнің. Бір-біріне жіберетін достар бар ғой. Ол вообще онда күнә алып жатыр. Ананың алған күнәсін ол да алып жатыр. Мындай оқиға айтады. Сондай бір оқиғалар көп еді ғой ертеректе, намаз оқыған кезде. Дейтін оқиғалар айтатын еді ғой, білесің ба? Сондай бір аккаунт ашқан дейді да, аккаунт ашқанда автоматически рассылкаға келіп қойған. Андай порнографиялық видеолар жіберетін болған ғой достарына. Өліп қалған анау. Ана аккаунттың паролін, логинін ешкім білмейді. Анау ақшасын төлеп қойған, подписчик жасап қойған, адамдарға автоматты түрде жіберіліп жатыр. Қабірде жатса да ол күнә алып жатыр. Алла сақтасын. Сондықтан еркек адам көзін түзейтін болса, сөзі түзеледі. Сөз түзелсе, альхамдулилля, адам еркектің ісі түзеледі. Ісі түзелетін болса, мінезі түзеледі. Мінезі түзелетін болса, оның тағдыры оңынан болады деген сөз. Ел түзеледі деген бар еді. Әрі қарай кетеді. Кете бересің ғой енді әрі қарай. Альхамдулилля. Машалла, Алла разы болсын. Әдемі, келесі сұрақта бір андай, осы жерге бір әдемі келіп тұрған сияқты. Жалпы, қыз балалар жігітті қалай таңдаймыз? Негізі енді қазір сондай бір сөз болып кетті ғой. Негізі жігіт емес, оказывается, қыз таңдай деген жігіттер деген сияқты. Жігіттер қызды қалай таңдаймыз? Жалпы үйленетін жастар бір-бірін қалай таңдау керек? Сіз қалай ойлайсыз? Мынандай деп айтамын мен. Green flag сөз ретінде. Телефон мен чехолдың несінде айтамын. Мысалға менде 16 Pro Max бар. 1 терабайт. 16 Pro Max 1 терабайтқа зарядка бар ма деп айтады дейді. 1 терабайт деп айта берейін, осыған барамда мен чехол іздеймін. Дүкеншіге барып айтам, маған чехол керек деймін. Ол айтады, телефоныңыз қандай дейді. Мен 16 Pro Max деймін. Дейді да, 16 Pro Max-қа не береді? Чехол береді, әдемі келді, үйлесті. Ер мен қызда осындай болу керек. Анау Redmi болмау керек, анау iPhone-ның чехол болмау керек. Екеуі сәйкес болу керек.
мінезде, дамуда, білімде, байлықта, тектікте. Өйткені мынандай нәрсе бар да, банкирдің қызын жай мұғалімнің баласы барып, не мұғалім деппін ғой, жай қарапайым қызметшінің баласы барып алмайды. Түсініп отырсың ба? Теңдік деген нәрсе болу керек. Әйелің Құран жаттаған болса, сен муфассир болуың керексің. 1 сағат жоғары тұру. 1 сағат жоғары тұруың керексің. Куфуа, теңдік деген нәрсе бар. Екеуі бүкіл жағынан тең болу керек. Қазақ айтып жатыр, тең теңімен, тезек қабымен деп жатыр. Енді қара. Деп сұрақ келіп қойып отыр ғой. Айта бер. Материалдық тұрғылар қалай болып жатыр қазір? Енді ол мысалға, егер өзің теңін іздейтін болса деген сияқты сұрақтан сұрақ туа береді да. Егер өзің теңін іздейтін болса, материалдық тұрғыдан мысалға бір-бірін ұнатып тұрса, бір-бірін көріп тұрса, келіп тұрса, біреуінің қаржы жетпеуі мүмкін, біреуінің атағы жетпеуі мүмкін деген сияқты. Енді қыз артық болса, ол жақсы емес. Қыз артық болмау керек. Еркек артық тұру керек. 1 сағат жоғары тұру. Бәрібір ма? Бәрібір. Егер қыз артық тұрып, оған үйленетін болса, ол зардабын беріп қоя ма? Иә. Еркек байса, қатын алады дейді. Өйткені ол қамқорлыққа. Түсініп отырсың ба? Әңгіменің ары қарай қалай кетіп жатқанын. Сондықтан осындай нәрседе сәйкестіктер болу керек адамда. Енді қыздарға айтамын мен. Ер адамдарға айтып отырмын бұны. Қыздарға айтамын, қалай таңда дегенде, бүркіттің ұрғашы сияқты таңдаңдар. Қалай дейсің ғой? Бүркіт күйлеместен бұрын, еркекпен бас қоспастан тұрын, еркек бүркітпен. Қалай істейді дейсің? Жоғарға шығады да, нені лақтырады? Сүйек болсын, ағашты лақтырады. Ананы еркегі жерге түспей қағып алу керек. Ананы 4-5 рет қағып алған еркекпен ғана бас қосады екен. Енді қызықты қарашы ары қарай. Балапандар өсіп қанат қағатын кезде, анау балапанды жоғары шығарып алады да, балапан лақтырады екен, еркегі аңды отырады, соны қағып алу керек екен. Бұл не деген сөз? Еркек баласын асырай алатын, қиындық туған кезде қиындықты шеше алатын, поражняк емес. Бәріне сен кінәлісің деп қатынға арттайтын емес. Значит, қиыннан қиыстыратын, бүткіл нәрсенің шешімін табатын, түсініп отырсың ба? Тәуекелшіл еркекті, қамқор болатын саған еркекті таңдау керек. Байлығы бар еркек. Оны енді қалай анықтайсың? Енді қарашеш, байлығы бар ма? Байлық дегенде Бәшімбаев деген бұзып тастады. Бишімбаев. Кім болса ол болсын. Сосын Байлығы бар деген, білімі бар дегенде. Білімі бар. Болашақ несімен оққан, жетелде Европада, Америкада оққан. Білімі бар деген жоқ. Қамқор болатын, иманы бар, тәрбиесі бар еркекке шығу керек. Сені қиындықтан алып шығатын еркекке қарау керек. Сосын бәрін әдем айтамыз, күшті. Бәрін айтамыз, қиындықтан алып шығатын, бүйтетін, сөйтетін, бірақ ол сұрақ заңдылық. Қалай таңдаймыз дейсің ғой? Қалай таңдаймыз? Және финансы болмаса, оның қаражаты болмаса, оның қазіргі уақытта материалдық жағдай дұрыс болмаса, ол ешқандай қиындықтан да, ешқандай қайрат та болмайды оның бойында деген сияқты сұрақ туады. Енді тұрачы сен енді, ол бәрі неге қаражатқа байланысты болса, адамдардың бәрі бақытты болып кете көріп еді онда. Қаражатқа байланысты емес қой барлығы. Барлығы қажырға, еңбекке байланысты ғой. Мен баяғыда мынандай нәрсені түсінбейтін едім да, Әлихан Бөкейхан сөзін ішімде қарсылық болатын еді да, сөзді оқыған кезде. Елге қызмет ету білімнен емес, ол мінезден дейтін еді да. Ал білім алған жігіттерді көріп жүр ғой, толып жүр. Бір ауыз сөз қазақша білмейді, елге не қызметкерлерін білмей жүр. Бірақ шамалы болса да білімі бар жігіттер бар, мінезі деген мощный, елде жер қопарып жүрген жігіттер. Бұл бір. Енді екінші, жаңа айтып отырмын, қамқор болатын деп отырмын ғой. Қамқорлықтың ар жағында енді айтып отырмын ғой, түйінін табатын нәрселер шығады деген сөз ғой қамқорлықта. Қамқор жоқ адамға бәрібір ғой. Бай болса да үйінде қан қақсап отырған адамдар бар емес пе? Қамқор бола алмай. Қамқорлықта сырттан іздеп жүрген қарындастарымыз қаншама? Түсініп отырсың ба? Бүркіттің қарау керек осы жерде, бүркітке. Бүркітке қарау керек осы жерде. Сенің ертең балаң туған кезде балаңа қамқор болатын, өзіңе қамқор болатын, сені жынды қылып жүрмейтін, сені түтеп жемейтін қамқор еркекке не істеуің керексің? Енді қатынға айтамын ғой, мен әйелге айтамын. Осы еркектің сенің бағасын білетін болсаң, онда сен үлкен сабаққа кенелесің. Ол екінші сторона бар да. Екінші сторона. Түтет жүруі мүмкін. Әйелді түтет жүруі мүмкін. Бағаламай мүмкін. Көрдің ба? Сондықтан осы мәселеде не істейміз?
сен өзіңе сай келетін. Құранда жаңа айттым ғой, Құранда айтып жатыр. Бір қыз айтыпты мамасына, ізгі жігітті қаяқтан табамын депті. Қызым, оның жолы оңай болды, өзің ізгі бол депті. Саған ізгі адам жолығады депті. Құранда айтып жатыр. Ат-тойибуна лит-тойибат. Ізгілер ізгі еркектер ізгі әйелдерге. Ат-тойибату лит-тойибин. Ізгі әйелдер ізгі еркектерге деп жатыр. Әл-хабитуна лил-хабисат. Көргенсіз бұзық еркектер сондай әйелдерге. Әл-хабисати лил-хабисин. Ал бұзық әйелдер, көргенсіз әйелдер, көргенсіз еркектер мен бұзық еркектерге деп жатыр. Аллах тағала солай не істеп қойған? Бір-біріне жұптастырып қойып жатыр. Жұптастырып қойып жатыр. Міне таңдаудың басы өзіңнен басталады. Сен бірінші бір адамға талап қоймай тұрған болса, қоятын болсаң, сол талап сенің өзің бойына табылу керек бітті. Әдемі ұстаз. Енді мынандай сұрақ бар. Сенің сұрағың таусылмайды ғой. Иә. Кейде көріп қаламыз. Ізгі бір еркек болсын, қыз бала болсын, бір сорлыға тиіп қалады. Я болмаса бір сорлына қалып қалады. Ананы былай бойдақ кезінде қарап жүрсең, тым жақсы тауға барып жүрген, болмаса тым жақсы жаңағы екінші қамқоршы болып жүрген қыз бала болуы мүмкін да мысалы. Ол қалай болды сонда? Біріншіден адамдар өзінің бойындағы жоқ нәрселерді көрсетеді. Мен пәленмін, мен түгенмін деп. Түсіндің бе? Аллах тағала Құранда айтады, әр нәрсені өзінің есігінен кіріңдер дейді. Өзіңнің бойындағы жоқ нәрсені адамдарға бар сияқты көрсетіп алдауға болмайды. Бұл үлкен қиянат болады. Бұл ерге де, әйелге де қатысты. Түсіндің бе? Көріп атамыз, кейбір лудамандарға тиіп атады, кейбір алқаштарға тиіп атады, кейбір наркомандарға тиіп атады. Ана қызды көрсең, кәдімгідей енді бір қызғасың енді, қырмызы гүл қырдағы. Бірақ андай бір жалмауызға. Болмаса бір еркектер бар, жақсы табыс табатын. Бірақ еркек әйелі не істемейді үйде, шырайын шығармайды. Бұл баста кеткенде таңдаудың өзінің дұрыс болмауында. Бағана айтқан нәрседе. По-любому өзімізде ме? Еді. Адамды тани алмай қалып атамыз. Бір, екіншіден алдаймыз адамдарды. Өзімізде, бойымызда жоқ қасиеттерді көрсеткіміз келеді. Ана қызғың. Бұл да сонда бір отмазка болып тұр ғой, иә. Сондай болып қалады, мындай болып қалады деген. Иә. Оны өзі мен қайдан білейін деген отмазка болып тұр ғой. Көру керек, бәрін зерттеу керек, зерделеу керек. Енді оның айтып отырмын ба, эмоцияға берілмеу керек, конкретно холодный расчет болу керек адамда. Ал оның рекламасына алданып қалған үшін де өзіміз кінәліміз бе? Енді бір адамды толықтай кінәлай алмаймыз. Шапалақ бір қолдан шықпайды ғой, екеуі де кінәлі ғой. Көмекке сол жан-жағымызға жүгінеміз. Бірақ енді көніп, қызды балаға айтайын, оның ішінде көніп жүруге болмайды. Ұратын болса, лудаман болса, оны бір жағына шығару керек. Егер сенің өзіңнің отбасы болмайтыннан көзің жетсе өзіңді қорлама. Адамдардың сөзі бар, ертең қайтып келген қыз деп айтады деп, не деп айтады, ажырасқан еркек деп айтады, жоқ. Ол жерден өмір тоқтап қалмайды. Ол жерден өмір тоқтап қалмайды. Сондықтан сен бір қайыршы адамның лудаманға шыдап жүру сен міндетті емес. Сорлы деген келетін сияқты. Сорлы адамға, тентек болып қалған деп айтайықшы, тентек болып қалған адамға сен шыдап жүруге міндетті емес. Сол? Ештеңе муфтиятқа жүгініңдер дейсің. Оны неке жөнінде енді біздер андай деталіне кіре алмаймыз, өйткені Қазақстан мұсылмандардың не басқармасы бар. Сол жаққа барасыздар, сол жаққа жолығасыздар. Так, ұстаз, осы сұрақпен бүгінгі тақырыбымызды, бүгінгі подкастымызды, бүгінгі сұхбатымызды қорытындылайық. Адамның көңіліне қарап сөйлеу. Мінезің қанша ит болса да, адамның көңіліне қарап сөйлеу қаншалықты маңызды. Жалпы адам көңіліне қарап сөйлеу шариғатымызда не дейді? Кейде адамның көңіліне, адамның атағына байланысты, адамның байлығына байланысты да қарап сөйлеп қойып жатамыз. Кейде жаңағыдай атақ, абырой болмаса, көңілі маңызды емес болып қалып жатады. Осыған. Жалпы бұл тақырыпта адамның көңіліне қарап сөйлеу ғой негізінде. Адамның көңіліне қарап сөйлеу иманнан ғой.
өзімде мінезім бар, ит мінез. Кейбір кезде адамның көңіліне қарамаймын, сөйлеп жіберемін. Өзімде бар, бірақ кейін бармақ тістеп қалып жатамын. Бірақ альхамдулилля өзіммен күресіп келемін. Сондай 5 жағдай болатын болса, соның қазіргі таңда бір 3-үінде, 4-үінде үндемей қалуды үйреніп жүрмін. Машалла. Өткені ол нәрсе ешқандай жақсылыққа келмейтінін түсіндім. Одан кейін бір дүрбелеңдер алып келеді, қан қысымының көтерілуіне алып келеді, адамдардың арасындағы қарым қатынасты бұзуға алып келеді, адамдарды масқара қылуға алып келеді. Жалпы бұл мінез құлықтың бабы ғой, Жаслан. Өткені адамға айтып жатыр ғой, 10 күнәнің 9-ы тілден деп. Бұл тіл деген бір сүйексіз бір ет, шабатын болса бір айғыр аттан да бір оза шабатын нәрсе ғой. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам 2 жұмсақ тілге, етке адам, яғни 2 бұттың арасындағысы мен 2 жақтың арасындағына кепілдік беретін болса, мен оның жәннатқа кіруіне кепілдік берем деп жатыр. Аллах. Адамдарға қалай сөйлеу керек, кемшілігін қалай айту керек, сенде қандай ниет болу керек. Ол турасында имам Шафиғи рахимахуллах рахматан уасиға бидеп айтады: егер сен менің кемшілігімді келіп жанашырлықпен өзіме айтатын болсаң, ол сен насихат еттің дейді. Ал сен менің кемшілігімді адамдардың көзінше айтатын болсаң, онда сен мені масқараладың дейді. Өткен подкастта айттыңыз осыны. Енді бұл қараңызшы, Муса мен Харун алейхиссаламды екеуін пайғамбар қылып Фирғауынға жіберіп жатқан кезде Алла Тағала не деп айтады? Оған барып жұмсақ сөйлеңдер, бәлкім ол тәубесіне келіп қалар дейді. Кімге? Фирғауынға жіберді. Фирғауын кім ол? Фирғауын Зұлым патша. Зұлым патша емес, ол бер жағы ол. Мен құдаймын деген. Мен құдаймын деген адам ғой. Мен құдаймын деген адамға барып жұмсақ сөйлеңдер деп жатыр. Құдаймын, Алла деп жүрген адамға не үшін жұмсақ сөйлеу жараспайды? Өткені бұл пайғамбарлардың мінезінен. Пайғамбарымыз алейхиссалату уассалам айтып жатыр: мен расында пайғамбарлығым жіберілді. Не үшін деп жатыр? Көркем мінез терді толықтыру үшін деп жатыр. Адамдардың көңіліне қарап сөйлеу деген бұл үлкен нығмет. 2 история немен айтайын. Абу Бакр радиаллаху анху халифа болып сайланып жатқанда, халифату расулилля, пайғамбардың орын басары деп сайланып жатқан кезде құтпаға шығып алғашқы сөздерін былай деп айтады: адамдар дейді, менің бұл іске, енді өз сөзіме жеткізіп жатырмын, келгенім жауапкершілікті іс, үлкен іс деп жатыр. Егер мен Алла және оның елшісіне бойсұнсам деп жатыр, сендер маған бойсұнуға міндеттісіңдер деп жатыр. Егер мен Алла және оның елшісіне қарсы келіп қателесетін болсам, сендер маған бойсұнуға міндетті емессіңдер деп жатыр. Яғни мен бір қате жасасам, сен оны маған келіп айтсаң, мен оны қабылдаймын деп жатыр. Абу Бакр айтып жатыр. Бүкіл целый бір ненің, мемлекеттің несі бұл? Президенті айтып жатыр. Сен отырсың ба? Бұл үлкен нығмет, бұл асылында. Адамның өзінің қателігін түсініп, қалай айту керек? Біріншіден жанашырлықпен айту керек. Оның жақсы көретін лебізіңді білдіруің керек. Қараңыз. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам Ибн Омарға қалай деп айтады? Ибн Омар керемет жігіт қой, егер түнде намаз оқыса дейді. Түсініп отырсың ба? Сен бір адамға бір қателігін айттың ба, бірінші оның шырайын не істеп алуың керек? Көтеріп алуың керек. Оны сен мақтап алуың керексің. Сосын бар, бауырым, мен сені жақсы көргеннен айтып тұрмын, сен осындай жерде қателесіп жүрсің деп оған не істеуің керексің? Сен ескертуді солай жасауың керексің. Брат, ауызбилля, не айтып жүрсің сен? Тіліңе ие болып жүр десең, кет дейді, сен кімсің? Айтпа маған. Көрдің ба? Қарама қарсы уже реакция болады. Ал сен барып айтсаң, адам ойланады, өзінің қатесін мойындауға сен жол ашып беріп жатсың. Онанда бір оқиға болады, нанасын ба? Пайғамбарым алейхиссалату вассалам өлгеннен кейін діннен шығушылар көп болады, зекетті бермейтін тайпалар көбейе бастайды. Сол уақытта жихад қылады кім? Абу Бакр радиаллаху анху. Оларға қарсы соғыс ашып, олар қайттан бүткіл мұртаттардың бәрін жеңіп, адамдардың бәрі қайттан исламға келеді, тәубесіне келеді. Сөйтіп сондай бір тайпа Абу Бакрге келіп жер сұрап келеді. Мына жер бос жатыр ғой, маған берсейші бұл жерді дейді.
Сосын жан жағындағылар бәрі сұрасады, келіседі. Не істейміз, береміз бе? Иә, жан жағындағы адамдар айтады, келіседі дейді. Егер Омар қол қойса дейді. Барады, Омар тауып алады, Омар айтады, сен мынаны не алыпсыңдар дейді ана. Осындай мәселемен келіп тұр, сен қол қойсаң, сендер қандай еңбектеріңсіңдер бұған? Кім айтты бұны саған бересіңдер? Абу Бәкірдің жанындағылар дейді. Абу Бәкірге кіріп барады. Абу Бәкір айтады, сен қандай құқығың бар дейді. Қандай құқығың бар сен бұл жерді, мұсылмандардың жерін бір жеке бас адамның беріп тастауына дейді. Сонда Абу Бәкір деп айтады, сен дейді, бүткіл мұсылмандардың жауапкершілігін менің мойныма артып тастадың да, өзің анандай жерде тұрып қалдың дейді. Қатесін мойындап жатыр уже. Сонда адамдар сұрайды, кім халифа? Абу Бәкір ма, Омар ма дейді Абу Бәкірге. Қаласа Омар болады дейді. Қандай бұл көрегендік. Қатесін мойындап. Кімді? Омарды әдемі жеткізіп жатыр, радиаллаху анху. Омардың басында екі жағдай өтеді, Жаслан. Омар халифа болып тұрады. Сонда адамдар келіп не істейді? Арызданады. Не көбейіп кетті деп. Мәһір көбейіп кетті деп. Мәһірлерді азайтыңдар деп айтады. Сонда әйелдер айтады. Аллах тағала айтып отқан жоқ па Құранда? Шектеу жоқ деп айтып отқан кезде Абу Бәкір, Омар мойындайды. Әйел дұрыс айтты, Омар қателесті дейді. Екінші жағдай болады. Бәйтул малдан, қазынадан адамдарға не таратылады? Мата таратылады. Мата. Киім тігіп. Ол мата сондай бір дәрежеде таратылады, мұсылмандарға тең. Омар радиаллаху анху кең болғаннан кейін, ірі болғаннан кейін, ана алған матасынан үлесінен ол киім тіге алмайтын еді. Құтбаға шығады да, новый киім киіп алған. Құтбаға айтады, мен осындай халифамын, мені тыңдаңдар, маған бойсыңдар дейді. Ішінен бір сахаби тұрады, айтады, мына көйлектің есебін бермейінше саған бойсынбаймыз дейді. Омар айтып шығып айтатын еді ғой, бір жеріңді қыс натуре қазір, сен бір жеріңді шығарып жіберемін деп. Айтса болатын бе? Болатын еді ғой. Жәннатпен сүйіншіленген сахаба ғой өткен. Ибн Омар, Абдулла ибн Омар шақырып алып айтады. Абдулла ибн Омар адамдарға айтшы дейді. Ол айтады, менің үлесімді әкеме бердім дейді. Әкем сосын целый бір көйлек тігіп алды дейді содан дейді. Көрдің ба? Баласы ғой айтып отқан, иә? Баласы айтып жатыр. Көрдің ба? Қатені де мойындау деген нәрсе бар бұл жерде. Және адамдарға көркем түрде түсіндіру деген нәрсе де бар. Сондықтан бір адамға қателігін айтып жатқан кезде бірінші сен ойлан, қалай айтасың? Қалай жеткізесің? Махаббатыңды қалай білдіресің? Соған қатты мән берген жөн. Өйткені Аллах тағаланың хақысы кешіру болатын болса, адамдардың хақысы өтеу болады. Бітті. Машалла. Ұстаз, енді мен осы сұрақтың жауабын білемін негізі, бірақ қарапайым халыққа жеткізгім келеді, соны бір сіздің тіліңізде жеткізгім келеді негізі. Мысалға бір мысал келтіреміз, сұрақтарға жауап береміз, сол кезде көбіне сахабалардың өмірбаяндарынан келтіріп жатамыз да, мысалға негізі сосын андай кісілер шығады, енді оларға да бір-екі рет осы тақырыпты қозғап едім ұстаздармен, ұстаздар в основном агрессивный жауап беріп кетті негізі енді мүмкін қанын ішіп жүрген шығар бұл кісілердің. Сондықтан сіздің жауабыңызды бір қарапайым тілде көрейікші деп отырмын да, ұстаз. Неге мысалға қазақ тарихынан да келтіруге болады, жалпы әдебиеттен де келтіруге болады, қоғамда атақты болған одан кейін өмір сүрген адамдардың да мысалында, мысалға кез келген сұрақтың жауабын, даналық оқиғаларын, қиссаларын деген сияқты. Бірақ біз көбіне сахабалардан келтіреміз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам келтіру себебі екі бастан, бірақ сахабалардан келтіреміз. Не себеп сахабалардан келтіреміз? Сіздің қарапайым жауап сізден. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам айтты, сахабалар мен жұлдыздар секілді деді. Қайсысын ұстансаң да, олардың ешқайсынан адаспайсың деді. Бұл бір. Құранда аят келеді. Радиаллаху анхум ва раду анху. Алла тағала олардан разы болған, олар Алладан разы болғандар дейді. Болды. Осы жауап олардың үстінен аят түскен. Ақиқат. Ақиқат болды. Сенің үстіне аят түспеген. Өкінішке орай. Әдемі жауап болды негізі. Қанағаттандым. Қысқа болса да ше. Субханалла. Алла подкастымызға, сұхбатымызға береке берсін, шығарылымдар тоқтамасын ұстаз. Құдай қаласа сапалы, енді айына Құдай қаласа 2 рет шығуға, 3 рет шығуға тырысамыз. ютубқа стилі көрік болған дүниенің бәрін істесеңіздер. Бірінші шығарылымды енді біз осы сұхбат барысында 3000-нан астам адам қарапты, бірақ жазылуы өкінішке орай ондай аз, яғни пропорциясы келмейді. Сондықтан жазылыңыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Осы салада қызмет етеміз, Құдай қаласа ары қарай өрбейміз, өсеміз.
ұстаз, алла разы болсын Әмин. уақытыңызға. Алла береке берсін. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.